Бүгінгі сабақта дәреженің негізгі екі қасиетімен танысамыз. Біз алдыңғы сабақта кез келген санның бір дәрежесі сол санның өзіне тең болатындығын көрсетіп өткенбіз. Енді негіздері бірдей дәрежелерді көбейту амалымен танысамыз. Алдыңғы сабақтан білетініміздей, аның 3 дәрежесі дегенім аны өзіне өзін 3 рет көбейту деп түсінетінбіз. Көбейту, ал аның 5 дәрежесі деген ол аны өзіне өзін 5 рет көбейту дегенді білдіретін. 4-еу, 5-еу болды. Енді барлығын толық санап қарасақ, алғашқы аның 3 дәрежесі, кейінгі аның 5 дәрежесі мен аның 8 дәрежесін береді. Осы жазуды біз қысқаша былай деп жазсақ болады. Аның 3 дәрежесі көбейтілген аның 5 дәрежесі, яғни негізі бірдей дәрежені көбейткенде негізі өзгеріссіз қалады да, дәреже көрсеткіштер қосылады. Сонда аның 8 дәрежесі түрінде жазуға болады. Яғни жалпы жағдайда кез келген а саны мен n натурал сандары үшін а негізін өзін жазамыз, ал дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Бұл негізі бірдей дәрежелерді көбейту амалы. Осы қасиеттерді есте сақтау үшін бірнеше мысал келтірейік. Мысалы, 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі. Осыдан негізі бірдей көбейткіш болғандықтан негізі 2 өзі сақталады, ал дәреже көрсеткіштері қосылады. 2-ның 7 дәрежесі. Енді бұған кішкене күрделірек мынандай мысал түрінде жазсақ. 2-ның 3 дәрежесі көбейту 8, көбейту 16 болсын. Бұл жерде 3 көбейткіштің негіздері әртүрлі. 2-ның 3 дәрежесі 8, көбейту 16. Енді біз байқаймыз, 8 ол 2-ның 3 дәрежесі түрінде дәреже түрінде жазуға болады. Ал 16-ны 2-ның 4 дәрежесі түрінде жазуға болады. Яғни 8 бен 16-ны негізі 2 болатын дәреже түрінде жазып аламыз. Сонда 2-ның 3 дәрежесі, 2-ның 3 дәрежесі көбейту 2-ның 4 дәрежесі. Міне, енді негізі бірдей дәрежелерді көбейткенде негізінің өзін жазамыз, ал дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Сонда 3-ті 3-ке қоссақ 6, оған 4-ті қоссақ 10 дәрежесі. 2-ның 10 дәрежесі деген өрнектің мәні шығады. 0,125 көбейту 0,125 және 0,15 сандарының көбейтіндісін табу үшін алдыңғы мысалдағыдай бірдей негізге келтіреміз. 0,125 санын 0,15-тің 3 дәрежесі түрінде жазуға болады. Ал 0,125 санын 0,15-тің квадраты түрінде жазуға болады. Ал біз білеміз, кез келген санның бір дәрежесі жазылмайды. Ендеше 0,15 ол 0,15-тің бір дәрежесі. Осы жазуда 0,15 негізі ол өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштері қосылады. 3 қосу 2 қосу 1. Сонда 0,15-тің 6 дәрежесіне тең болады. Натурал көрсеткішті дәреженің тағы бір қасиеті негіздері бірдей дәрежелерді бөлу. Мынау алдындағы мысалға назар аударайық. Аның 3 дәрежесі көбейту аның 5 дәрежесі тең негізі сақталып дәреже көрсеткіштер көбейтілген болатын. Енді осы мәндегі көбейту аның 5 дәрежесі өрнегін теңдіктің екінші жағына бөлу амалымен өткізсек, аның 8 дәрежесі бөлу аның 5 дәрежесі тең аның 3 дәрежесі деген өрнек қалады. Осы жазудағы аның 3 дәрежесін 8-ден 5-ті алу арқылы жазуға болады. Яғни аның 8 дәрежесі бөлінген аның 5 дәрежесін а негіздің өзін қалдырып, бөлінгіштің дәрежесінен бөлгіштің дәрежесін азайтамыз. Сонда аның 3 дәрежесі қалады. Дәл осы қасиетті басқаша былай да жазып көрсетуге болады. Бөлу амалын бөлшекпен ауыстырайық. Аның 8 дәрежесін аның 5 дәрежесіне бөлеміз. Яғни аның 8 дәрежесі деген аның өзіне өзін 8 рет көбейт деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет көбейтілді. Аның 5 дәрежесі деген аның өзіне өзін 5 рет көбейт дегенді білдіреді.
есіреді. Енді бөлшектің алымындағы және бөліміндегі бірдей көбейткіштерді қысқартуға болатынын біз 6 класстан білеміз. Яғни бірдей көбейткіштерді қысқарту арқылы біз мынандай өрнек жазсақ болады. Міне, сонда бөлшектің алымында А-ның 3 дәрежесі қалды. Оны біз А-ның 3 дәрежесіне тең болады деп былай жазып көрсетсек болады. Яғни негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде, сонда дәреженің негізгі 3-ші қасиеті пайда болады. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде негізі өзгеріссіз жазылады, ал бөлінгіштің дәрежесінен бөлгіштің дәрежесін азайтамыз. Және бұл жердегі n сандары натурал сандар, n санын n санынан артық деп қарастырамыз. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлудің қасиетін пайдаланып, мынандай теңдікті жазуға болады. А-ның n дәрежесін А-ның n дәрежесіне бөлсек, яғни санды өзіне өзін бөлсек, нәтижесінде 1 шығатынын бәріміз білеміз. Ал негізі бірдей дәрежені бөлудің қасиеті бойынша осы жазуды басқаша n азайту n деп жазсам болады. Оң жағындағы 1 өзі қалады. Енді n-нан n-ді азайтсам 0. А-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. Міне осы жерден кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады деген жазуды жазсақ болады. Яғни 4-ші кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. А-ның мәні 0 болған жағдайда бұл теңдік орындалмайды. Бұл А кез келген 0-ден басқа сан. Осы айтылған қасиеттерді есімізде жақсылап сақтау үшін бірнеше мысалдар қарастырайық. Мына жерде 5-тің 6 дәрежесін бөлеміз 5-тің 4 дәрежесіне. Бөлшек сызығын бөлу амалымен алмастырып жазатын болса, 5-тің 6 дәрежесі бөлінген 5-тің 4 дәрежесі деп жазуға болады. Негізі бірдей дәрежелерді бөлгенде негізін жазамыз да, дәрежелерін азайтамыз. Сонда 5-тің 2 дәрежесі шығады. 6-тан 4 азайтсақ 2. Ал 5-тің 2 дәрежесінің мәні 25. Келесі мысалда 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 8 бөлінген 16 өрнегі тұр. Бұл жерде негіздері бірдей емес. Ендеше негізі бірдей болатын дәреже түрінде жазып аламыз. 2-нің 5 дәрежесін көбейтеміз, 8 2-нің 3 дәрежесі екендігін білеміз. Сол сияқты 16 2-нің 4 дәрежесі болатынын білеміз. Енді негізі бірдей дәрежені көбейткенде негізінің өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштер қосылады. 5-ке 3-ті қоссақ 8 болады, ал 2-нің 4 дәрежесін өзін жазып қоямыз. Алдыңғы мысалдағыдай бөлу амалын көбейтумен бөлшекті бөлумен алмастырып жазсақ, 2-нің 8 дәрежесі бөлінген 2-нің 4 дәрежесі, негізі өзі жазылады, дәрежелер азайтылады. Бұл 2-нің 4 дәрежесін беріп, 2-нің 4 дәрежесінің мәні 16-ға тең. Енді соңғы 3-ші мысалға қарап көрсек, бұл жерде бөлшектің алымында бірдей 6 негіздегі дәрежелердің көбейтіндісі тұр. Яғни қасиетіміз бойынша, 2-ші қасиет бойынша негіздің өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштері қосылады. n қосылған 1-ге қосамыз n қосылған 2-ні. Бөлшектің бөліміндегі дәрежені өзгеріссіз қалдырамыз. Сонда бөлшектің алымында n-ге n-ді қоссақ 6-ның 2n дәрежесі, 1-ге 2-ні қоссақ 3-ке тең болады деген дәрежені жазуға болады. Ал бөлімінде 6-ның 2n дәрежесі. Алдыңғы мысалдағыдай бөлшек сызығын бөлумен алмастырамыз. 2n плюс 3 бөлу 6-ның 2n дәрежесі. Негізі бірдей дәрежелерді бөлгенде негізінің өзін жазамыз. Ал бірінші дәрежеден екінші өрнектің дәрежесін азайтамыз. Қарама-қарсы сандардың қосындысы 0 екенін біз 6-шы класстан білеміз. Ендеше 2n мен минус 2n-нің қосындысы 0 болады. Сонда 6-ның 3 дәрежесі деген өрнек қалады. 6-ның 3 дәрежесі 216-ға тең.